саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен Мұхтарова Назгүл Оразайқызы, Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданы Балапан бөбекжайының тәрбиешісімін. Бүгін мен өзімнің кішкентай көмекшілеріммен бірге ауаға және оның қасиеттеріне зерттеу жасамақшымын. Келісесіздер ме, балалар? Қане олай болса, бірінші тәжірибеміз ауаны теже деп аталады. Қане қолыңызбен мұрныңызды қысайық. Неге жібердіңіздер мұрындарыңызды? Бізге ауа жетпеді, иә. Біздер ауасыз, міне балалар, ауасыз тіршілік ете алмайды екенбіз. Келесі тәжірибеміз балалар ауаны ұстау деп аталады. Бізге ол үшін полиэтилен пакет керек. Сіздерге қазір пакетті беремін. Аузын ашасыздар, аузын ашып, пакетті үрлеп ауаға толтырасыздар. Міне былай. Ауаны үрлемесек, ауа толтырамыз, аузын бекітеміз. Аузын бекітеміз. Енді бекітеміз. Не бар балалар пакеттің ішінде? Қараңыздаршы. Не бар пакеттің ішінде? Не бар? Ауа бар екен, иә. Балалар, жалпы ауаның пішіні болмайды екен. Бірақ ауа біздерге пішіні қабылдайды екен. Көрдіңіздер ме? Ауаның пішіні болады екен? Пішіні болмайды, балалар. Бірақ біздер оны қайда үрлесек, ол сол пішінді қабылдап тұрады екен. Түсіндіңіздер ме? Келесі тәжірибеміз балалар ауаны көру деп аталады. Ауаны біздер көре аламыз ба, балалар? Көресіздер ме? Сіздерге ауа көріне ме? Көрінбейді, ауа бізге көрінбейді. Бірақ біздер қазір тәжірибе жасау арқылы ауаны көретін боламыз. Ол үшін бізге балалар түтікшелер және стаканмен су қажет. Аламыз стаканды, балалар, түтікшеге үрлейміз. Не көріп жатсыздар, балалар? Ауа. Иә, ауа көпіршіктерін көріп жатырмыз, иә? Ал енді жайлап үрлейікші, балалар. Жайлап үрлесек не болады? Көпіршік аз шыға ма? Иә, көпіршік аз шығады. Қатты үрлесек, көпіршік көп шығады екен. Кәне тағы бір көрейік. Міне, балалар, ауаны көруге бола ма екен? Иә, ауаны тәжірибе арқылы көруге болады екен. Балалар, келесі тәжірибеміз иісінен таны деп аталады. Ол үшін сіздер көздеріңізді жұмуларыңыз керек. Кәне, көзімізді қатты етіп жұмамыз, ашпаймыз. Көзімізді жұмып отырамыз. Айда бер. Көтер көзімді жұм. Иіскеш, ненің иісі шығады? Пияздың иісі шығады. Атия, иіскеш, ненің иісі шығады? Апельсин иісі шығады. Алихан, іске ненің иісі шығады? Алманың иісі шығады. Ненің иісі шығады, Альбина? Апельсиннің иісі шығады. Балалар, бұл ауаның, жалпы ауаның өзінің иісі болмайды екен. Бірақ ауа иістерді тасымалдайды. Мысалы, сіздердің айналарыңыз балалар, ауаның жалпы иісі болмайды екен, иә? Бірақ ауа иістерді тасымалдайды екен. Жаңа сіздер қораптың иісі жауып тұрғанын ашқаннан кейін неден білдіңдер оның апельсин екенін? Неден білдің, Атия, сен? Неден білдің апельсин екенін? Қайдан білдің сен? Көзіңді жұмып тұрдың ғой. Неден білдің? Иісінен білдің бе? Иә. Ал сен пияз екенін неден білдің? Айдарбек? Иісінен білдіңдер. Міне, балалар, мына қорап жабып тұрғанда сіздер бұның иісін білмейсіздер, иә? Не бар екенін білмейсіздер. Ал қорапты ашқанда сіздер оның иісінен біліп отырсыздар. Демек, ауа иісті тасымалдайды екен. Түсініңіздер ме? Ауаның иісі болмайды, бірақ ауа иістерді тасымалдайды. Түсініңіздер ме, иә? Бүгін балалар біздер қандай тәжірибелер жасадық? Ауаны көруге бола ма екен, балалар? Тәжірибе бұлай көрінбейді көзге, бірақ тәжірибе жүзінде көруге болады екен, иә? Тәжірибе көпіршіктерді көру арқылы ауаны көрдік, иә? Солай ма? Және біздер ауасыз тіршілік ете аламыз ба екен, балалар? Тіршілік ете аламыз ба ауасыз? Жоқ, ауа бізге өмір сүру үшін өте қажет екен. Тек қана бізге қажет па? Тағы нелерге қажет ауа? Нелерге қажет тағы? Жан-жануарларға қажет па? Жан-жануарларға және өсімдіктерге ауа өте қажет екен. Бүгінгі тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар.